Сәлем, ана мен бала орталығының көрермендері, менің сүйікті де сүйкімді қыздарым, қалдарыңыз қалай? Иә, көп болды. Менде замерші беременностьтан кейін өзіме келу өте ауыр болды. Терапияға бардым, жалпы денсаулығымды қайтадан бір тексерттім, басқа врачқа бардым, басқа гинекологқа бардым. Солай міне 5-6 айда өтіп кетіпті. YouTube каналыма кірмегеніме. Бірақтан сіздер менің парақшама жазылып, парақшамды көріп жатқандарыңызға өте қуаныштымын, Аллаға шүкір. Және де астына жазған екенсіздер, балаң тірі ма деген сияқты, угроза болды деп айтып едің деген сияқты. Рахмет мен үшін уайымдағандарыңызға, және де комментарияға кейбіреулеріңізде замерші беременность немесе түсік тастау болған екен. Өте сіздерге көңіл айтамын. Аллах тағала қаласа қайтадан көтеруге мүмкіндік бар. Иншалла емделіп, емнің жағдайын жасаңыздар, жақсы ма? Енді бізде токсикоз әңгімесі болып тұр. Менің замерші беременностьтің тағы бір себебі, менде токсикоз көп болды. Алғашқы 4 аптадан бастап 12-13 аптаға дейін менде токсикоз тоқтамады. Содан 14-15 апта болған кезінде токсикоз сап тыйыла қалды. Сөйтсем менде замерші болып кеткен екен. Бірақтан мен кейін 16-17 аптада, яғни 2 аптадан кейін оны білдім. Көбісі ойлайды ғой, мысалға, мен де баяғыда ойлайтын, замерші болса неге адамдар осы тез сезбейді екен, ана деген сезу керек екен ғой депші, сезу керек қой деп. Сөйтсем ол олай емес екен. Біздің ағзамыз көбінде сезбейді екен. Бірақ сол токсикоз сап тыйылған кезде өзім қуанып, витаминдер ішіп жүрген кезімде, сөйтсем ішімде бала уже шетінеп кеткен екен. Енді мен сіздерге оны тілемеймін, бірақтан осы өзімнің қателіктерінен сабақ алуды сіздерге де насихат жасаймын. Яғни жүктілік қай нешінші бала болса да, қай уақытта болса да жүктілікке дайындық керек екен. Менде 5-ші бала болды. Ой, басқа 3 баламда болған жоқ қой деп, мен жүктілікті жаңағыдай қатты бір дайындалған жоқпын. Тісімді емдеттім, жалпы өт шайларын іштім, менде токсикоз болмайды деп сендім, бірақ керісінше менде токсикоз өте қатты деңгейде, жалпы орнынан тұра алмайтындай деңгейде болды. Оны емдедім, бардым, бірақ ол мүлде әсер еткен жоқ. Сөйтсем, оған алдын ала дайындалу керек екен. Яғни сіздер не істейсіздер? Ең алдымен өтті тазалайсыздар, бауырды емдейсіздер. Содан кейін барып асқазан ішек жолдарын емдеу керек. Содан кейін барып сіздер жүктілікке жоспар құруларыңыз керек. Енді жүкті болып қойдыңыз, бірақтан қазір сізде токсикоз болып жатса, онда мына кеңестерімді қапы қалдырмаңыз. Қараңыз, 4-5 аптадан бастап гептарал деген дәріні ішуге болады, және хафитол деген шөп дәрі, соны да қолдансаңыз болады. Эссенциалия деген дәрі бар, оны капать етсе де болады, немесе ішсеңіз де болады. Және магний B6 витамині бар ғой, магний B6, соны күніне 2 рет 2 таблеткадан ішіп отырасыз. Және токсикозыңыз қатты болып жатса, кәдімгі имбирді ыстық суға салып шай сияқты ішсеңіз болады, немесе нанға қосып шайнап жесеңіз де болады. Және мятадан шай ішсеңіз де болады. Мен өзімнің опытымнан айтайын, имбирді іше алған жоқпын, және ол маған көмектескен жоқ. Бірақтан не көмектеседі, соның бәрін қолдана беріңіздер. Жай қарап жатпаңыздар, себебі одан түсік қаупі бар, немесе туылған балаңыз өті әлсіз, яғни өтінде проблемасымен туылуы қаупі бар. Менің алғашқы балам, бірінші балам, менде 12 аптаға дейін қатты өтімді құсқанға дейін токсикоз болды. Қазір бірінші баламда сәл майлы тамақ жесе, сәл бір артық су ішіп қойса, тәтті су ішіп қойса, онда уже өт аурумен проблемалар бар. Жасы 10-да ғана, бірақтан өт аурумен проблема өте көп менің баламда. Яғни диета өмір бақи, сіздің туылған балаңыз өмір бақи диета ұстайтын болады. Сондықтан да осының бәрін ескеріңіз, бүкіл ем-домдың бәрін жасаңыз, антибиотик ішпеңіз. Егер де сізде қатты құсу, күніне 6-7 рет, 10 рет, 12 рет құсу болса, су ішсеңіз де құсып жатсаңыз, онда міндетті түрде скорый шақырып, медицина қызметкерлеріне жүгініңіз. Олар сізге арнайы ем-дом жасайды. Сізді госпитальға жатқызып, сізге система салғызады. Яғни сізде
обезвоживание, яғни судың тапшылығы болуы мүмкін, витаминнің тапшылығы болуы мүмкін, ағзаңыз вообще құрғап кеткен болуы мүмкін, соның бәрін орнына толтыру керек. Үнемі солай жалғаса берсе, онда мед персоналдарға жүгініңіз, ол міндетті түрде. Олар сізге системамен көмектеседі. Система алу барысында цитрустық өнімдерді жемеңіз. Немесе дәрігерден сұрап, анықтап, ақылдасып алып, цирукал деген дәрі болады құсуға қарсы. Сол цирукалдың таблеткасын немесе уколын салғызсаңыз болады. Және де фиточайлар бар, өтке арналған, бауырға арналған, сибирский здоровьяның фиточайлары бар. Немесе жалпы дәріханаларда сатылатын арзан 200-300 теңгелік фиточайлар бар. Соны судың орнына іше беріңіз. Ешқандай оның жаман әсері жоқ. Су көп ішіңіз. Және тамақтану процесі бар ғой, таңғы ас, түскі ас, соның барлығы өз уақытында болсын. Біз не істейміз? Қорқып қаламыз, тағы да құсам ба деп, сонымен тамақ жемей қоямыз. Құссақ та аз-аздан жей беруіміз керек. Және де тұзды печеньелер болады ғой, тұзды печеньелер, крекерлер дейді ондайды. Крекер жеуге кеңес берем. Сосын андай нан өнімдері болады ғой, қытырлақ нандар. Соларды жеуге кеңес берем. Аз-аздан, бірақ жиі тамақтануға кеңес берем. Таңғы ас міндетті түрде жеңіз. Витаминге бай өнімдерден тамақ жеңіз. Және де рационыңызға творог, балық, жеміс жидектер, қарбыз, қауын, алма бәрін қоса беріңіз. Жақсы ма? Емделудің бүкіл жолын қарастырыңыз. Не істеуге болады? Қалай істеуге болады? Мен біріншімде есімде өз балам біріншіге жүктілік кезімде еш нәрсе жемей құсам ғой деп жата беретінмін. Бәрін ішіңіз, айранды да ішіңіз, таңды да ішіңіз, сарағашты да ішіңіз. Не қалай көмектеседі? Әсіресе мына жүзім, қауын өнімдері адамның осы токсикозға, бауырға, бүйрекке жақсы әсері бар. Қауын, жүзім, анар деген сияқты жаңағы жемістерді жесеңіз, сізге өте көп көмегі тиеді. Сау анадан сау бала туылады. Мен сенімдімін бұны іздегеніңіздің, сол сау баланы дүниеге әкелу үшін өзіңізді қинамай, өзіңіздің денсаулығыңызға немқұрайлы қарамай, осы видеоларды қарап жатырсыз. Өте тамаша. Енді өзіңіздің участковый поликлиникадағы участковый терапевтіңізге барып, мен не істесем болады, осылай токсикоз болып жатыр деп айтыңыз. Көбінде дәрігерлер токсикозды күніне 5-6 рет, 10 рет құспаса токсикоз деп есептемейді екен. Жалпы ол кейін асқынып кетуі мүмкін. Сондықтан да мен осылай көп құсамын, не жесем де құсамын деп айтыңыз оларға. Солай сіз емдік процесті жақсылап, эффективно өткізесіз. Және де жата беру, лоқсу, иістерден жиіркену де токсикозға жатады. Жақсы ма? Жата беру, әлсіздік, еш нәрсеге зауқыны болмауы, ұйқыны көп жақсы көру, осының барлығы сіздің денсаулығыңыздың, бала көтеруге деген әлсіздігіңіздің, яғни сізде керекті макро-микро элементтердің жоқтығының әсерінен. Егерде бауыры, өт жолдары, асқазан жолдары жақсы болса, онда адамда энергия өте көп болады. Сондықтан да осы дүниелерді ескеріңіз. Және де егерде мені бала жоспарлауға қарап жүрген кісілер болса, айтатыным, сіздер ТТГ гормондары, яғни щитовидная железа дейді ғой, бізде қалқанша без ауруларының гормондарына тапсырып көріңіздер. Ол кезде де проблемалар көп болуы мүмкін. Жақсы ма? Ауырмаңыздар, сіз токсикозда не ішіп жатырсыз, нені көрдіңіз, не сізге көмектесті, маған да өте қызық. Осы комментарияға өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Ол бізге өте құнды ақпарат. Сізді оқып отырған барлық токсикозбен зардап шегіп жүрген әйелдер сізді көреді, оқиды. Сондықтан да өзіңіздің пікіріңізді міндетті түрде ерінбей қалдыра кет. Егер менің кеңестерім сіздің өміріңізде қолдансаңыз, жаза кетіңіз және каналыма тіркеліңіз. Мен сізге әлі де пайдалы дүниелерді түсіремін, салатын боламын. Жақсы ма? Сау болыңыз.